Herkese selam dostlar, kalbaysınlar. Sizlerle birlikte men Ayşuak. Bugünkü bizim videoga hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler köpten kütken video, yani triko sostavken video dostlar. Bugün bizim qasımızda Erşat және Ринат. Hey, bәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Ринат Чотам, қалайсыңдар достар? Dostlar, bәріңе сәлем. Сізден біреумен дейлейін. Енді достар, Ершатта күнделікті видеоларында көрірсің. А вот Ринатты көрмегендеріңе неше болды? Менің осы каналымда сендер Ринатты вообще көрмедіңдер ғой. Бірінші рет па? Қош келдің. Рахмет, Қош келдің каналға. Қош келдік достар. Ринатты әке болдық қайттан каналға. Бүгін достар сендерге алдыңғы 1,5 жыл бұрын ұнаған видео, яғни энергетиктерге обзор түсіретін боламыз. Алдыңғы видеода біз деген бүкіл энергетиктер қойған болатынбыз. Red Bull, Garilla бәрі іштік, ал бұл жолы чисто Lit Energy ғой достар. 7 түрлі вкусы бар. Енді магазиннен тапқанымыз осы 7 болды. Қазір осылардың бәріне дәмін бір ұттап оценка беретін боламыз ғой. Енді мынау түрі қорқынышты болып тұр ма? Қорқыныш, жүрегім андай Дігілдеп отыр ма короче? Енді достар, көп сөзбен онда бастайық ал. Так, жігіттер, что там, не жаңалық болып отыр, жалпы лайфқа видео түсірмегелі біраз болды. Мына видеоға достар эдит керек қой, баяғы ғана сатчы отқанымызбен типа переход. Нан каналындағы чипси ба? Сушпе челленджбен энергетик қылу керек қой, түрлеріміз өскен кішкене. Не жаңалық көрінбейсің? Семірген сол кәдімгі. Достар, мен Қарағандыда оқып жатырмын. Алматыда біз. Ринат достар, енді Алматыға келді. Так, тогда бастайық жігіттер. Шетіне ең кете береміз ғой. Ортасынан бастаймыз. Обычный бастаймыз. Ортасы бұл бізде Lit Energy Peach, яғни достар персик. Көрейік ал, персиковый вкуста. Ондай мағына емес, персик, шабдалы. Достар, өмірімде бірінші рет бәрінің дәмін көрген отырмын. Өмірімде Гариламен дейіз ішкенмін мен. Андай Литвиннің энергетигін бірінші рет ішіп тұрмын. Аз-аздан ішеміз енді достар. Алдыңда достар, осындай видеода қиналып кеткенбіз алдында 2-3 күн жүрегім ауырды, ома бірдеңе болды. Кәдімгі қиналып, біз қазір Ол кезде бірақ көпістік қой біз деген кәдімгідей. Иә, көпістік. Ал көрейік ал дәмін, персик. Мен бұны іштім вроде. Говно ғой. Біртүрлі, иә? Бір энергетик емес. Энергетик емес, бәші сушный напиток. Сок сияқты ше. Сок сияқты. Либо арзан лимонадтар ғой, юпи сияқты ма вроде. Маған ең ұнайтын вроде мынау. Классик па? Жоқ. Жасыл ақтыр бар еді, типа без сахара. Ол таппады болды. Мынау достар, бір андай бізде еще энергетик қасында құртымен бар. Garilla құртымен деген тема бар еді. Қандай ғой, үшеуін алсай. Апельсин? Так достар, мынау бізде қанша балл бересіңдер мынаған? 3. 3 па? 10-нан 3 берім достар, ұнамады. 10-нан 4 берем. Пойдет. 3,5. 3,5, 3, 4, 3,5. Жарайды достар, енді келесін, давай тогда қайсынан бастаймыз анда? Келесін, көрмеген вкустар соңына қалдырайық. Давай шеттен ағынан көрейік ал. Бұл бізде достар манго кокос дейді. Ағын көргенде сөйледі ғой. Так достар, бізде манго кокос түрі, мынау негізі сырты сары болатын баяғыда. Сары қарашы, соны аққа өзгеріп тұрған достар. Мен дәм білем по идее. Осы ұнайды маған негізі. Так, примерно бір ұрттамға жетсе болды. Ал кеттік ал көрейік ал. Манго кокос бұл деген кәдімгі Гарилланың көк түсті бар ғой, сондай ғой примерно. Так, көрейік ал да. Жаңағыдан более ауыр өтті ма сәл. Мына манго жеңіл өтті, ана энергетик ішкенде болмайтын ше, анау более сезіледі энергетик екен. Анадан Бірақ надан қарағанда Гарилланың көк түсті әдемірек. по-любому ғой. Lit Energy не фигня ғой. Надан қарағанда Гарилланың көк түсті жақсы екен. Бір жет ішіп тұрмын, видеоның соңында айтамын мен, ұнамады ма? Более нормально бірақ. Реклама ақшасы бірдеңе алып жүрмес. Ойнап айтамын достар, реклама емес. Мен достар мынаған Lit Energy'ға примерно 5 балл берем. Маған өзіме ұнайтын вкустарын бірі, но сонда дәмі сәл өзгеріп кетті. 5 берем. Ершат 4, сен? Негізі нормально ішкенге 5 берем. 5, 4 болды достар. Не жоқ па? Мен не дедім? Сендер қанша бергендерін еш ұмытып қалдым мен уже. Так, жарайды достар, тогда онда болса классический түрін көрейік, кәдімгі обычный энергетик түрінен бір көрейік. Тексерейік кән, энергетик түрі қалай болады екен. Ең стандарты осы ма? Самый классический. Именно классический түрі қызыл достар. Ал андай вкустардың түрі сары. Мына қараңдар. Достар, маған ең яқтағы розовый ма? Розовый қызып болып тұр маған. Розовый бізде клубника баблгам ғой. Ибана иіс алады ғой что-то. Бұрын Гарилла, энергетик соң дизелмен Гарилла болу керек, не бір вкустар шығып кетті ғой. Точно стандарты ма мынау? Иә, бірақ тәттірек. Надо қант көп ау деймін.
Сен басқа энергетиктерге қарағанда мынаның қанты көп екен достар. Потому что біз бұдан бөлек Дизи мен Горилла келген болатынбыз достар. Оларды да тексеріп салыстыратын боламыз. Достар, мына тәтті екен мынау. Или білмеймін, баяғы негізі бәрін дәмі өзгерген ба, баяғыда бұндай емес еді Мен бұлардың өзім дәмдері. чисто Гориллаға үйреніп қалғаннан кейін бар что-то ұнамай жатыр мыналар. Өтпей жатыр ма? Маған достар мына вкус өтеді, мына блюбери деген өзі осы классика. Басында Ай, осы блюбери, Чисто Горилла ішкеннен кейін мыналар ұнамай жатыр деймін. блюбери. Так, давай классикаға неше балл бересіңдер? Ну 6 әдемі. 6 Енді достар, мен бірінші рет ішіп тұрғаннан кейін более качественный энергетик күттім ше. Бірақ бір ойымнан шықпады. И еще мына голубой стандартный болғаннан кейін ең бірінші шыққан емес па я? Ұнамады, короче, 2 берем. 2? Иә. Мен 4 беремін достар. Мен классический түрі көпше, бізде малиновый түрі бар бұның. Бұл серый түрі. Бірақ именно сол түрі бүгін бітіп қапты достар, таппадық. Вот сол малиновый түрі тема достар. Мен соған 8 қояр едім. А мынаған 4 қоямыз. Давайте достар. Клубничная жвачка өтті ғой, Көрейік онда. Мына достар, strawberry bubblegum кетті ал. Клубника bubblegum. Баяғыда осы клубника bubblegum мороженалар дәмді болып жатыр. Strawberry elephant. Мен мына үмітімді ақтаса келдім, қарасы. О, вкусы қандай? Вкусы қандай мынаның? Citrus punch. Хамзат Чимаев дейді. Хамзат Чимаевтың не істеп тұр? Реклама ғой. Хамзат деген кім? Чимаевтан. Так, розовыйдың түрін көрейік ал түсін. Білсін. Емі кәдімгі су сияқты ғой. Күшкі. Достар, өйтіп рекламаларға сенбеңіздер, Горилла андай энергетикті көп ішпеңіздер достар. Ішпеңдер болса 18 қалмасыңдар. Вообще ішуге болмайды бұндай негізі. Иә. Біз просто видеосын Неге болмады? Сен аты бір сағыздың иісі ғой. Мына түсі жоқ қой. Иә. Сәл розовыйлар түсі бар екен. Иіс маған таныс ше. Bubblegum сағыз ба? Компиттің иісі ма? Енді bubblegum Кішкентай кезіміздегі. Көрейік. Компиттің иісі сол. Мына жеу жұмсақ қой. Мороженый не сонда кәдімгі. Жоқ, андай ғой. Мороженый газированный. Мен жаңа мынаны іштік қой. Ауыр өтті тамақтан ше, кәдімгі энергетикен білінді маған. Мына розовый қайсысы бар жаңа? Сары. Мынау жеңіл өтіп энергетик емес андай ше. Мына достар кәдімгі сағызды суға айналдырып жібереді андай ғой. Енді достар, может қыздар ішетін энергетик шығар, я білмеймін, ұнамады. Бәрі ұнамай жатыр достар. Білмеймін мен достар, ана түрі бір түрінің өзінен де бір түрі ғой, роп розовый, ә? Айтып тұрмын, қыздар ішетін энергетик ішкен жеңіл болып тұр ғой ше. Виски ғой, виски. бір энергетик болды ғой. Осындай вкус. Flash Up Bubblegum деген болды, естеріңде ма? Flash'ың Bubblegum түрі болған, баяғыда сол ғой мына дәмі тура. Горилладан басқа да ішпейді. Горилла Дизи достар негізі. Мына достар, білмеймін, мынаған енді 2 қоямын мен. Розовыйға 2, сен? Негізі сырты айтып тұршы бұл достар, розовый сәл не толау екен. Қанша енді? Қара, бұған 3 берем. 3. 4 па достар. Все, тогда олай болса біз достар Хамзат Чимаев дейді. Citrus Punch деген не ол білесің ба сен? Citrus Punch. Мощный деген достар. Көрейік, ашып көрейік ал. Мына қап-қара. Осы қара достар. Ұнайтын сияқты. Достар, мынаның иісі күшті екен Маған енді. емес па көру? Мынаның иісі жақсы екен. Citrus ғой. Фанта Citrus дейтін бар еді, соның иісі ма? Мына достар, иісі. Ооо, ну çok нормально. Мен айтып тұрмын достар, видеоның басында айттым мен қара үмітімді ақтар дегенде. Нормальный, иә? Мына ішінде мынаның бәрінде кофеин, таурин, витамин бар да. А мынада уже картин, не дейді? Карнитин дей ма? Жинсен, бір кофеин. Харам ғой достар. Неше Қояйын? өткен нәрсе? Қандай ғой? Қояйын? Тас білмейсің ғой сен қош білсіз Кәдімгі харам іздеп көр. екінші. О, мынау жақсы екен. Андай не бар ғой? Әртүрлі қосады ғой андай цвет жағатын қызыл комментарий ғой. Комментарий жазыңдар достар. Мынау жақсы екен да мынау. Жақсы келді бірақ. Ұнамаған. Өз харамзаттар ұнайды. Так достар, біз бұған енді мен мына 8 балл берем. Жақсы екен. Өтті. Саған? Сен? Қанша? Енді достар, мына қара энергетикке дейін мынандай ішіп келе жатырмық қой, розовый, мен үмітімді ақтады достар. Мен 9-дан 10 берем. Четкий екен маған ұнады. 9-дан 10, 10-дан 9 емес па? В общем, 9, сызықша 10 ғой. Сен? 7. 7, мен 8 берем достар. Ал енді давайте тогда олай болса, мынау тоже классический вкус блюбери бұл бізде. Қарақат па қалай? Блюбери. Сондай бірдеңе, короче, өзен переводчик аударып алсыздар ғой. Қандай черника ма? Иә, сондай ғой. Так, кеттік ал. Бұның цветін көрейік ал. Кәдімгі черничный цвет.
Бұл достар тоже классик. Бұдан бірақ сабынның дәмі шығатын сондай әдеті бар еді. Сабынның иісі көрейік ал. Сезім бе? Сабын сияқты, шампунь сияқты бір иіс шығады бұдан. Но, Мынаның дәмінің өзі сондай сабын ғой. иә. Бұрын андай ауызыңа сабынның дәмі кіргізгендей дәм ұнап. Сабын не жүрсің? Жоқ андай достар бетің жуатын кезде сәл иіссеген кезде, еріңе тиіп кеткен кезде иіссеп кетесің. Маған натуре бір сабынның дәмі Ondan dostlar. Жоқ, 6 берем мен бұған. 6 балл. Но дизайн жағынан әдемі. Цветі бәрі ше. Четко істелген. Ну достар түсінуге болады, энергетик қой. Пока что маған мынау ғана өтіп тұр негізі ше. Вот енді бізде кола түрі бар, бізде мықты энерджик кола дейді. Tak sakar olur. Бұл қалай болады екен достар? Бұл энергетик кола дегені. Короче, мен анаған қанша беріп едім? 6 дедім. 6 дедім ба? Сондай бірден 6 дедім ғой деймін сен? Ну более нормально. 5 dostlar. Ана розовыйдан жақсы 7 бердім мен. 5, 7, 5, 6, 7 ғой короче. Ал кеттік тогда кола. Ашып жіберген Ренат енді каналда. Бірінші рет болып тұрсың енді. Соңғы энергетик деген қашылып отыр әйтеуір. Buyurun dostlar. Иче? Саған қазір. Кассаң гайла мен Kondisi дегенде. içiyorum. Dolar be. Тура кола ғана дейсің? Çok sen Bir de al. ben- İspar sen al. Джамбо кола ғана? Жумбо кола ба? Kazakistan gol. Салам кола ма? Той коланың несі бірақ. Андай коланың мороженелар болды, лед мороженое. Dal özünün iyisi. Сол ғой мына тура. Просто сондай. Көрейік ал. Спирт. Юпи, onunla. Дәмі юпи ғана тура. Ана, еще. Бұрын кішкентай кезімізде юпиді, ана до конца қоспасаң дәмі вообще судың дәмі более. Говно В ғана. общем, говно достар. Онша емес тау. Ашық холодильниктегі коланы соны Нағыз кола деген сон андай болады достар, кәдімгі. Мынау достар, не тудан, не сюдан, не энергетиктің дәмі жоқ. Не дұрысты коланың дәмі жоқ, бір юпидің дәмі шығады. Болмайды мынау. Болмайды бұл. Бірден, ондан 2 берем мен бұған. реклама алсаңдар, нормальный реклама алсаңдар, жігіттер. Реклама емес қой бұл. Ондан 2. Ver dostlar. Şey olmaydı mı? Сен? Alman dostlar. 2. 2 ма? Дым ұнамайды. 2. Короче, мынау говно, ең говно. Ең говносы Мынау осы. Мына розовый модель болса, бойымды бұрдым, мен бұдан негізі. Керек жоқ деген осы екен достар. Ал достар, болды енді мына энергетиктердің дәмін көріп шықтық. Ендігі кезекте өзі қаншама жылдан бері жүрген біздің классикаларымызды ортаға қоятын кез келді. Мына енді кәдімгі отец қой мына екеуі Легенда достар. ғой. Мына Дизи вообще достар. Дизи былай қою керек қой бұны даже достар. Так, Жазда Салыстырма стройбадан Yok мықты кетеді. bayağı kazım. Baytırıp. енді по возрасту. Үлкендер көбінесе пәлем дейді ше. Так, жарайды достар, біздегі мынаның дәмін білеміз. Мынау бізде классик. Мен Осы саған алдым. 3 классик достар. Осы 3 классик, енді бұның ішінде давайте Гореланы көрейік достар. Кеттік ал. Мен саған алдыңғыда айттым. Пах. Бұл енді кәдімгі классика ғой достар. Бұның дәмі бәрі тәмді. Коланы энергетик қылып, негізі. Gorilla мен құрт деген осы ғой достар. Мықты нәрсе Ал, шығатын деп ойладым. Горела, кеттік ал. Міне бөлек да бұл. Өзі да мына. Энергетик қой таза. Нағыз мына. Энергетиканың аты натури бар да, я. Карнитин жақта да бар ғой. Не болды ол? Жаңағы харам барам дегендер, шын жүргендер қазір. Так достар, мұнан жаймен артқа шығарып қоя сал ғой, короче. Достар, не советую, бірақ мыналардың арасындағы мықтысы Горела болды. Горела енді 10-нан 10 ғой, короче. Я 10-нан 10. Ал енді Дизи тоже бұл енді ішпей тұрып 10-нан 10 бересің бұған енді, примерно ше. Жүрек дұрыс жүріп жатыр ма? Жүрегім Sen жүрек алып кетіп. Достар, жүрек сәл бір бәле сезіп жатқан сияқты. Бұны достар, не ғой? Энергетикті сәл-сәл пауза ұстап ішесің ғой. Біз жақта бәрін подряд тұрып отқаннан соң сәл-сәл Өліп қалайын ба? отқаны бар енді. Бірақ сендер бұлай көп мөлшерде ішпеңдер достар. Жалпы вообще ішпеңдер, бұл зиян. Біз тек видео үшін ғана ішіп жатқан жайымыз бар енді достар. Кеттік ал. Еще аз-аздан ішіп жатыр. Кеттік ал достар, Дизидің дәмін көрейік. Қолтық болғансың. Бұл Дизи ең кайфы ғой, короче. Гореладан қарағанда жеңілдеу ма қалай бұл? Гореладан қарағанда қанты аз бұның. Дизи ішкенін байқасаң, Дизи ішесің, тілің бір түрлі бұның, тістерің. Де қалады ғой, ауыздарың бір ұйықтаған деп ше. Сондай чувство бола ма? Гореладан қарағанда жеңіл өтетін сияқты. Гореладан қарағанда қанты аз. Sen bu şeyi ötüp götür uç. Короче, достар, бізде Дизиға Олар тоже отыр 10-нан 10 беремін мен. Сен қанша? Тема 10-10. Сен? 8. 10-нан 8 беремін. Так, тогда осы бүйтейік. Ей,
Жіктер, топ 3 энергетик. Давайте, мына екеуін, само собой. Бұл легенда. Потом бәрімізге ұнаған осы, дұрыс па? Иә. Вот, осы достар. Citrus Punch деген. Потом бұдан кейінгісі классик па? Жоқ, Стандарт па? мынау более энергетикқа келеді. Маған осы ұнады негізі. Стандарт тұрса ол. Анда-санда В ешкімге общем, бар. бүкіл нәрсенің классикасы дұрыс. Енді тағы бір. Мынау, сосын мынау Elite Energy'дің топ 3-інің ішіне осылар кіреді. Ана сарыдан кейін ішкеніміз мощный кетті. В общем, осы Elite Energy'дің топ 3-еуі мынау, ең говносы мынау. Мынау достар, любительдерге арналған. Жоқ, говноның бер жағында олар сен. Иә, мынау тоже қалғандары любительге арналған достар. Вот ең потолоктары осы бізде. Короче, достар, осылай. Тастай бар еще. Тастай алу керек еді ғой, сол достар, Тастай Energy ол жақсы достар, ол кайф енді, ол тоже. Так достар, все, энергетик іштік, дәм бағаларын бердік, бәрін ұнағандары осы. Особенно мынау достар, ортаға қойып қойдық. Citrus Punch деген қалғандарын достар мусорға төгетін боламыз достар. Осы жерден видеомызды аяқтайық. Сендермен болған мен Айшуақ, мен қасында болған Ринат пен Ершат. Келесіде тағы да түсірген боласыңдар, комментарий жазыңдар. Ал достар, сау болыңдар.